Сәлем кітапсүйер ізденімпаз оқырман. Көркем сөзбен әлеген аудио кітап түрік жазушысы Элиф Шафактың «Махаббаттың 40 ережесі» атты кітабына арналады. Махаббаттың 40 ережесі. Бірінші ереже. Қандай сөздермен жаратушымызды танысақ, өзімізді сол бейнеде көреміз демек, яғни айна сияқты. Алланы еске алғанда қорқатын, ұялатын бір жаратылыс ойыңа келсе, демек сен көбінесе қорқыныш пен ұялшақтықтың ішінде жүресің. Егер Алланы еске алғанда махаббатты, мейірім мен шапағатты ойласаң, сенде бұл қасиеттер көп деген сөз. Екінші ереже. Алла жолында өмір сүру, әділ жолмен жүру, ақылдың емес, жүректің ісі. Жолсерігің әрқашан жүрегің болсын, иығыңның үстіндегі басың емес. Жаның мен нәпсіңді тани білетін, түсіне білетіндердің қатарынан бол, өшіретін жоққа санайтындардың қатарынан емес. Үшінші ереже. Құранды 4 деңгейде оқуға болады. Бірінші деңгейі сыртқы мағынасы. Одан кейін ішкі мағынасы. Үшіншісі ішкі мағынасының ішкі мағынасы. Төртінші деңгей соншалықты терең сөзбен жеткізуге келмейді. Төртінші ереже. Алланың сипаттарын ғаламның барлық жерінен таба аласың, көре аласың. Себебі Алла тек мешітте, шіркеуде не ғибадатханада ғана емес, кез келген уақытта, барлық жерде. Алланы көріп өлмек жоқ. Кім оны тапса, онымен мәңгі бірге қалады. Бесінші ереже. Ақылдың өлшемі мен махаббаттың өлшемі әртүрлі. Ақыл өте сақ. Ол өз қадамын сақтықпен жасайды. Ақыл, өзіңе сақ бол, байқа деп ескертіп отырады. Махаббаттың да күйі солай ма? Жоқ, ол тек барыңды бер, өзіңді құрбан ет дейді. Ақылсыз ойлағандай оңай беріле салмайды. Ал махаббат өзін аямайды, құрбан етеді, соңы құздан құлаған жаралы жанның күйін кешеді. Сол себепті бағалы сезімдерге толы қазыналар мен құндылықтар қирандының, яғни жаралы жүректің ішінде болады. Алтыншы құрал. Бұл әлемдегі қақтығыстар мен араздықтардың шығуы көбінесе тілге байланысты болады. Өзіңмен өзің бол, жұрт айттының сөзіне ерме. Махаббат бар жерде тіл өз құдіретін жоғалтады. Махаббат тілсіз сезім. Жетінші ереже. Бұл өмірде жалғыз өзің оқшауланып, тек өз дауысыңның жаңғырығын ғана естіп өмір сүрсең де, ақиқатты жоққа шығара алмайсың. Өзіңнің шынайы бет бейнеңді адамгершілік деген айнаға қараумен толықтай көре аласың, тани аласың. Сегізінші ереже. Тағдырыңда не жазылса да үмітсіздіктің шырмауында қалып кетпе, мейлі ол адам жаны төзе алмайтын қиыншылық болса да. Расында Алла пендесіне көтере алмайтын қиындықты бермейді. Тіпті бүкіл есіктер саған жабық болса да, бір күні оның саған ешкім біле алмайтын құпия кереметі барын білгейсің. Қазір сен оны көре алмасаң да, тар жолдардың соңында жұмаққа жетелер бақшалары бар. Шүкір ет. Қалағаныңа қолың жеткенде шүкір ету оңай. Аллаға шынайы иман еткен мұсылман тілегі орындалсын, я орындалмасын, бір Аллаға шүкір етуін тоқтатпаған пенде. Тоғызыншы ереже. Сабыр ету, бұл жай ғана күту емес, бәлки көреген бола білу. Сабыр дегеніміз не? Тікенге қарап раушан гүлді, қараңғы түнге қарап жарық күнді елестете білуді сабыр деген. Алланың сүйген құлдары сабырлықты тәтті тағамды жегені сияқты асықпай дәмін алып жейді, қортады. Және олар аспандағы жарты айдың толық айға өту үшін уақыт қажет екенін жақсы біледі, яғни сабырлы болудың сауабы да көп демек. Оныншы ереже. Қай бағытқа жол тартсаң да, шығысқа, батысқа, солтүстікке немесе оңтүстікке болсын, қайда барсаң да, әрбір сапарыңды жан дүниеңе арналған азық деп ойла. Өз ішкі әлеміне саяхаттаған адам соңында өз сапарын жақсы аяқтайды. 11-ші ереже. Айы күні жетпей, толғағы келмей, ана қиналмай сәби дүниеге келмейтіні секілді өзіңнен көреген, ақылды, һәм жаңа сен шығуың үшін қиындықтар мен азаптарға дайын болуың керек, һәм жеңе білуің керек. Сонда ғана шынайы сабыр ете білген пенде болғаның. 12-ші ереже. Махаббат ол сапар. Бұл сапарға шыққан әрбір жолаушы қаласа да, қаламаса да басынан аяғына дейін өзгереді. Себебі бұл жолдарды басып өзгермеген жолаушы жоқ. 13-ші ереже. Бұл әлемде аспандағы жұлдыздардан да көп жалған кейіпкерлер, екі жүзділер бар. Нағыз ұстаз саған өзіне қайран қалсын деп емес, бәлки сені ішкі жан дүниеңді тыңдауға және бойыңдағы Алла берген қабілеттерді қолдана білуге, дамытуға шақырады. 14-ші ереже. Жаратушының саған берген сынақтарына қарсы тұрудың орнына оған шүкір ет.
Алланың алдында дәрменсіз құл екеніңді мойында. Өзіңді өмір атты теңіздің ағынына қарсы жүзуге емес, ағынымен бірге ғұмыр кешуге үйрет. Өмірлік қағидаларым бұзылады. Бұзылған соң өмірім асты үстіне келеді деп уайымға салынба. Қайдан білесің сол асты үстінің артында жақсылықтың бар жоғын? Ойланайықшы, өмірімізді толықтай басқару пенде біткеннің құзырына кірмегенін, бәлки тағдырға сабыр етумен шүкір ету жүктелгенін. 15-ші ереже. Алла әрқашан бізді ішкі және сыртқы болмысымызды шексіз мейіріммен байытып отырады. Ешбір пендесін ұмыт қалдырмақ емес. Әрбір көркем бейне Алланың мінсіз туындысы. Біз жұмысы аяқталмаған шебер қолөнершінің ұлы еңбегіміз. Біз бастан өткерген әрбір сынақ біздің кемшіліктерімізді толтыру үшін жоспарланған. Жаратушы әрбіріміздің кемшіліктерімізді ұмыт қалдырмақ емес, себебі адам атты жаратылыстың мақсаты кемшіліксіз кемел адам болу. 16-ші ереже. Расында Алла мінсіз, кемшіліксіз. Оны сүю, жақсы көру оңай. Ең қиыны жақсылығы мен жамандығы бар пендені жақсы көру. Есіңде болсын, адам адамды тек өзіне ұнайтын деңгейде ғана жақсы көре алады. Абай атамыз айтады: махаббатпен жаратқан адамзатты сенде сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Демек Алланың махаббатын тани алмай, пенделердің уақытша махаббатына құлай сүйіп кете алмайсың. Бәрі Алланың разылығы үшін жасалған кезде ғана пенде өз жаратушысына ғана махаббатын арнайтындығын түсінеді. 17-ші ереже. Негізінде, нағыз ластану адамның сыртында емес ішінде, киімінде емес жүрегінде болады. Одан басқа жұққан дақ не кір қанша жерден ластықты көрсетіп тұрса да, уақытша екенін ескеру керек. Жуып тазаласаң кетіре аласың демек. Қанша жуып тазаласаң да кетпейтін дақтар болады. Олар жүректегі қызғаныш пен жаман ниет. 18-ші ереже. Мына ғаламның қыр-сыры мен ғажайыптары адамның ішінде жасырулы. Шайтан бізді азғыру үшін сыртта жүрген қорқынышты мақұлық емес, өзіміздің ішіміздегі бір дауыс. Шайтанды өз ішіңнен ізде, өзгелерден емес. Және де кім өз нәпсісін тәрбиелей алады, сол Аллаға жақын болған пенделерден екенін ұмытпа. Өзгелермен емес, тек өзінің жүрегін тыңдай білетін, өз тағдырымен айналысатын адам ғана соңында жаратушысын тану өзіне берілген үлкен нығметтерден екенін түсінеді. 19-ші ереже. Егер махаббатты, құрмет пен сүйіспеншілікті өзгелерден күтсең, қателесесің. Оны алдымен өзіңе өзің жасауға міндеттісің. Өзін сүймейтін адамды өзгелердің сүюі мүмкін емес. Әлем саған өзіңді жақсы көрген кезіңде гүл емес тікен жіберсе де қуанасың, себебі тікен артынан гүл беретініне сенімің басым. Осы сенім адамның өмірін гүл ете алады. 20-ші ереже. Жолдың соңында не болатынын не болмайтынын ойлай беру ақылсыздың ісі, босқа күш-жігерді жұмсау демек. Сен жай ғана алғашқы қадамыңды қалай, қай жерде басатыныңды ғана ойлауға құқылысың. Қалғаны ниетіне байланысты өздігінен келеді. 21-ші ереже. Пенде әлемге өзіне тән ерекше сипаттары бар дара тұлға ретінде келді. Егер Алла адамды айна-қатесіз етіп жаратуды қаласа, сөзсіз жасар еді. Адамның бойына туа бітті берілген қасиеттеріне, болмысына, түр-келбетіне сын айтумен, өзінде барды өзгелерде жоқтымен кемсіту не өзін артық санау жаратушының шексіз іліміне құрметсіздік көрсету болады. 22-ші ереже. Аллаға шынайы құлшылық ететін пендесі үшін мейлі ішімдіктің мекені болса да, мейлі арсыздықтың мекені болса да, барлық жер Алламен байланыса алатын намазханың мекені болады. Керісінше жүрегінде титтей болса Аллаға деген шынайы ықыласы жоқ. Аузынан ішімдігі түспейтін пендесі үшін Алланың үйі болған мешітке кірсе де, ол оған арақ-шарап ішетін мекен сияқты болып қалады. Мына жалған дүниеде адам не іс қылса да, ең бірінші ниеті, жүрегіндегі иманы Алла алдында сұралады екен, түр әлпеті не өмір сүрген ортасы емес. 23-ші ереже. Өмір сүріп жатқан мына өмір қолымызға берілген түрлі түсті ойыншық сияқты. Кейбіреулер ол ойыншықты соншалықты қадір тұтады, барында нарында беруге дайын болады, тіпті ол үшін қайғыға салынып жылайды. Ал кейбіреулер үшін ол ойыншықтың қадір қасиеті де жоқ, сындырып, лақтырып тастауға дайын тұрады. Біз пенделер мына өмірді не асыра бағалаймыз, не бағасына жете бермейді екенбіз. Шектен шығудан алыс болайық. Шынайы иман еткен мұсылман үшін дүние тым арзан да емес, тым қымбат та емес болуы керек. Алланың құлы әрқашан орта жолда өмір сүреді. 24-ші ереже.
Адам баласы, жаратылыстардың ішіндегі ең көркемі һәм ең қадірлісі. Ол Алланың мына әлемдегі өзіне құлшылық ететін халифасы екенін есте сақтай отырып, өзін осы бір құрметке лайық ұстауы керек. Егер адам жоқшылықта өмір сүрсе, бәле-жаладан көз ашпаса, тіпті түрмеге түссе, тұтқынға алынса да, басын тік ұстап, еңсесін түсірмей, көзі ашық, көңілі кең халифа сияқты әрекет етуді тоқтатпауы керек. 25-ші ереже. Жәннат пен жағаннамды ешқашан болашақтан іздеме. Екеуі де дәл қазір, осы әлемде болуы бек мүмкін. Егер біз пенделерден еш нәрсе күтпей, көре алмаушылықсыз, есепсіз, себепсіз бір-бірімізді жақсы көре алсақ, демек шын мәнінде жәннатта болғанымыз екен. Егер де өмірімізді жек көрушілікпен, біреуге кек сақтаумен, қызғанышпен және өкінішпен өткізетін болсақ, сөзсіз тозақтың мекеніне түскеніміз. 26-ші ереже. Ғалам бір бүтін болмыс, бір ғана жаратылыс. Барлық жаратылыс көзге көрінбейтін жіптермен байланғандай біріне өте тығыз байланысты. Ешқашан біреудің ақысына кірме, өзіңнен әлсіздерге жәбір көрсетпе, пайдаң тимесе де, зияның тимесін. Есіңде болсын, әлемнің бір бұрышындағы жалғыз пенденің қайғысы бүкіл адамзатты бақытсыз етуі мүмкін. Сол секілді бір адамның бақыты барша адамзатқа қуаныш сыйлауы мүмкін. 27-ші ереже. Бұл әлем таудың жаңғырығы іспетті, оған қалай үн қатсаң, тура сондай жауап аласың демек. Аузыңнан жақсы сөз шықса да, жаман сөз шықса да, сол жауапты естігенің, бұл таудағы жаңғырық деп аталатын заңдылық. Ал өмірдегі мәні жақсы сөз, жарым ырыс деген мағынаға саяды. Егер де кім сен туралы жаман ниетте сөздер айтса, сен ол адам туралы 40 күн бойы тек қана жақсы сөздер айт. 40 күннен кейін жүрегіңде ешқандай өкпе реніштің орын алмағанын байқайсың. Ойың түзу болса, мына әлем өзгеріп шыға келеді. 28-ші ереже. Өткен шақ санамызды жауып алған тұман ғана. Ал болашақтың өзі ой қиялдың пердесі. Біз болашақты біле де, өткенді өзгерте де алмаймыз. Аллаға шынайы иман еткен мұсылман адам әрқашан қазіргі сәттің шындығымен өмір сүреді. 29-ші ереже. Тағдыр, бүкіл өміріміз алдын ала жазылып қойды, бітті дегенді білдірмейді. Сондықтан мен не істей аламын, тағдырыма осы жазылған екен деп айту надандықтың, Алланың білімнен алыс болғандығымыздың белгісі. Тағдыр бізге бүкіл өмір жолымызды емес, тек қиылыстарды ғана көруге бағытталған. Бағыт айқын, бірақ осы жолдағы бұрылыстар мен айналма жолдарды күтіп алу, өте білу жолаушыға берілген мүмкіндік. Демек сен өз өміріңе үстемдік ете де алмайсың һәм өмір атты күресте дәрменсіз де емессің. 30-ші ереже. Аллаға шынайы иман еткен мұсылман сондай сабырлы адам, басқалары ғайбаттап жатса да, айып тақса да, тіпті жала жапса да, аузынан өзгелер туралы ешқандай жаман сөз шықпайды. Аллаға шынайы иман еткен мұсылман адам өзгелердің кемшілігін сөз ететін емес, жасыратын адам. 31-ші ереже. Жаратқанмен байланысу үшін пенденің махаббатқа толы барқыт жүрегі болуы керек. Әр адам өз тағдырына қарай жүрегіне махаббат дәнін әр түрлі себеді. Бірі апатқа ұшырайды, бірі айықпас дертке шалдығады, бірі ажырасудан зардап шегеді, енді бірі материалдық жағынан жоқшылықтың күйін кешеді. Осылайша бәріміз жүректегі қаттылықпен күресуге мүмкіндік беретін қиындықтарды бастан кешіреміз. Кейбіріміз мұның хикметін түсініп, жүрегімізді жұмсартамыз, ал кейбіріміз өкінішке орай, одан да қатал жүректің иесі болып шығамыз. 32-ші ереже. Алламен байланысқа шығуды қаласаң, арадағы кедергі болған барлық перделерді бір-бірлеп алып тастап отыр. Сонда ғана Алланың махаббатын сезіне аласың. Өзіңнің нәпсіңе арналған ережелерің болсын, бірақ оны өзгелерді айыптау не кемсіту мақсатында қолданба. Әсіресе пұттарға табынудан бойыңды алыс ұста досым. Және өзің дұрыс деп білген қағидаларыңа табынудан да сақ бол. Бір Аллаға деген сенімің берік болсын, бірақ сенімің сені тәкаппарлыққа ұрындырмасын. 33-ші ереже. Мына әлемде бәрі біреу болуға тырысып жатқанда сен ешкім бол. Ақырғы барар жерің еш нәрсе болсын. Адам өзін қарапайым шөлмектен артық санамауы керек, яғни шөлмекті шөлмек қылатын сыртқы пішіні емес ішіндегі бос кеңістігі. Асылында адамды адам қылатын оның сыртқы болмысы емес, бәлки ішкі ешкім емеспін деген терең таным түсінігі. 34-ші ереже. Ақиқатқа бойсыну әлсіздікті не енжарлықты білдірмейді. Керісінше ақиқатқа бойсыну һәм сену көп күшті талап етеді.
Ақиқатқа бойсұнған адам өмір атты ағынды суда тырбаңдап қарсы жүзуде емес, бәлки аманат деп білген өмірін уайымсыз сүреді. 35-ші ереже. Бұл өмірде біз тек қарама қайшылықтармен ғана дами аламыз, өсеміз және алға қарай қадам жасаймыз. Мұсылман адам өз ішіндегі күнәһармен, ал Аллаға сенбейтін адам ішіндегі Аллаға деген сеніммен танысуы керек. Адам кемелдікке жеткенше өз нәпсімен күресе өмір сүреді. Сондай-ақ адамның рухани тұрғыдан пісіп жетілуі өз кемшіліктерін қабылдап, онымен жұмыс жасауына тікелей байланысты. 36-ші ереже. Адамдардың арсыздығына, алдаумен ғұмырын кешіріп жатқандығына бола уайымға салынба. Егер әрдекімнің саған деген жаман ниеті болса, Алланың да оларға беретін жауабы барын есіңе ал. Өзгелерге ор қазсаң, өзің түсесің деген. Бұл өмірдің әділ заңдылығы. Демек, бір түйір жақсылық жасасаң да, не бір түйір жамандық жасасаң да қайтарымы бар. Мына әлемде жапырақтың өзі себепсіз, жаратқанның ілімінсіз жерге түспейді. Тек қана осыған сен. 37-ші ереже. Алла шебер, ол өте мұқият жұмыстың нәтижесінде жасалған сағаттың ұстасы, оның әрбір ісі тиянақты, ұқыпты жасалатыны соншалықты, бәрі уақытында болады. Бір секунд кеш не бір секунд ертеде емес. Әр адамға ғашық болу үшін де, һәм өлу үшін де өз уақыты белгіленген. 38-ші ереже. Сүріп жатқан өмірімді өзімді өзгертуге дайынмын ба деп сұрау ешқашанда кеш емес. Қай жасқа келдік, қандай жетістіктерге жеттік я жетпедік, өмірдің мәнін білуге асықтық я асықпадық, бәрін өзгертуге, қалпына келтіруге болады. Тек жүректе сенім болса, әрекетке берекесін беретін Алла сені ұмытпайды. Мұсылман адамның бір күні бір күніне ұқсаса, нағыз өкініш осы деген. Адамның жаратылысы әр секунд, әр тыныс алған сәт үшін жаңарып отыратындығы сияқты. Адамның әр күнімен әр арман, мақсаттары да өзгеріп, дамып отыруы керек. Жаңа өмірді бастау үшін адам өлмей тұрып өлуі керек. 39-ші ереже. Құраушылар өзгерсе де, жалпы көрініс өзгермейді. Бұл дүниеден кеткен әрбір ұры үшін оның орнына тағы бір ұры дүниеге келеді. Өлген әрбір адал адамды тағы бір адал жақсы адам алмастырады. Яғни келіп кетіп жатқан жақсы жаман адамдар болса да, мына ғалам өз заңдылығын өзгертпейді. Өзгертіп жатқан тек жолаушылар. Басқасы өз орнында демек. 40-шы ереже. Махаббатсыз өмір бос, қуыс кеуде тасыған ғұмыр іспетті. Ғашықтықтың қай қырын, қай түрін алайын, иләһи ғашықтық па, бейнелі ғашықтық па, дүниелік бір ғашықтық па, ай мен күнге деген ғашықтық па деп сұрама. Ғашықтықты бөліп жарма, ол бір тұтас кемел ұғым. Бір күмәнді сұрақтың жауабы да күмәнді болады. Махаббат сипаттауға, не толықтыруға мұқтаж емес. Махаббат өз алдына дара әлем. Сен оның не ортасында, не сыртында, не ішінде емессің. Махаббат жүрегі сағынышқа толы адаммен бірге.